Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін сіздермен өте жылдам дайын болатын пирогтың рецептісімен бөлісемін. Бізге қажетті заттар: 150 грамм сары май, 150 грамм қант, 4 жұмыртқа, 200 грамм ұн, 1 шай қасық қопсытқыш және 300 грамм жеміс жидек. Жеміс жидек кез келген түрі бола береді. Менде ежі малина. Ең алдымен ыдысымызға ерітілген сары май мен қантты салып араластырамыз. Одан кейін 4 жұмыртқаны саламыз. Ұнымызға 1 шай қасық қопсытқышты салып араластырып аламыз. Одан кейін ғана осы ұнды сұйықтығымызға қосып араластырамыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Қамырдың сұйықтығы дәл осы видеодағыдай болғаны жөн. Негізі пирог пісіретін формаңыздың диаметрі кішкентай болған жөн. Менде 26 сантиметр, негізі 22 сантиметр алсаңыздар пирог өте пышный болып шығады. Формамызға қамырымызды құйып аламыз. Одан кейін кез келген жидек немесе жеміс түрімен біз пирогымызды әрлеп аламыз. Жоғарыда айтқандай, мен ежі малинаны таңдадым. Пирогты пісіру уақыты 40-45 минут, 180 градуста пісіріп алсаңыздар болады. Негізі бұл пирогтың бір жақсы жері өте жылдам, өте оңай және өте тез дайындалады. Қонақ келгенде де тез-ақ жылдамақ дайындауға болады. Ыстық күйінде де столға ұсынсаңыздар болады. Біздің пирогымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған бақыт. Достар, сізде осы рецепт ұнаса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма тіркеле кетсеңіздер болады. Рахмет.